Бүгін Байқоңыр ғарыш айлағынан Қазсат-3 байланыс және хабар тарату спутнигі ұшырылды. Қазсат-3 жерсерігі жобасын жүзеге асыру спутниктік байланысының қазақстандық жүйесін қалыптастырудың келесі кезеңі болмақ. Ол еліміздің телевизиялық хабар тарату, байланыс, жоғарғы жылдамдықтағы интернет және деректерді беру нарығының қажеттіліктерін өтеу мақсатында қолданылады. Қазсат-3 Қазақстан аумағымен қатар бірнеше көршілес елді қамтитын болады. Байланыс жылдамдығын арттырып, хабар таратуды ұлғайтады. Жаңа жерсеріктің қауқары күшті болады. Айтар болсақ, ұлттық геостационарлық спутнигі телевизиялық хабар тарату, тиянақтылған байланыс, интернет және деректерді беру қазақстандық нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған. Ал ертең француз Гвианасындағы Куру ғарыш айлағынан Астана уақыты бойынша сағат 7:35-те Казгеосат-1 жерсерігі ұшырылады. Бұл ғарыш аппараты жерді қашықтықтан зондтау қызметтерін атқармақ. Сондай-ақ жерсерігі стихиялық апаттар мониторингін жасап, апаттың алдын алу, қорғаныс пен елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін картаға түсіру мақсатында Қазақстан аумағының, сондай-ақ жердің басқа телімдерінің түсірілімін жасауға арналған. Бұл айтулы шараны ертең біздің арнадан тікелей эфирде көре аласыздар.